Тоқал, соңғы бөлім. Сөйлемеші, Әсем. Қазір бұл жаңалық емес. Екінің бірі тоқал алып жатыр. Қайта сенен рұқсат сұрап жатыр. Алдыңнан өтіп жатыр. Қайтесің енді құрбым? Ажырасып, балалардан айырылып қалай күніңді көресің? Әке-шешең де жас адамдар емес. Шайтан болып кетпейді. Қайта өзіңнің босағаңда. Бәйбіше болып отыр дейсің ғой, тістеніп. Онда тұрған несі бар? Қоғам бұл күндері оған да үйренейін деді. Сенің жантасың тоқал әкелем десе көнесің бе? Деді Әсемге қарап. Рабиға, сен қазір ашуланып отырсың, білемін. Мен ертең келемін. Бір жауабыңды айтарсың деп есікке қарай зытты. Үстелдің үстінде жатқан ыссы алап бар күшімен қабырғаға лақтырды. Бар күшімен айқайлап жылады. Екі қолын жұдықтырып алып екі аяғын тоқпақтай ұра бастады. Бөлмеге жүгіріп кірген анасы қызын құшақтап қалып. Сабыр ет қызым, сабыр, ашуланба, ауырып қаласың деп жұбатып жатыр. Не айтқанын естідіңіз ғой апа, тоқал алмақшы. Мен сонда қандай жазығым бар? Сонда рұқсатымды беруім керек пе? Деп анасына қарады. Қызым, басыңа салса көнесің, қайда барасың? Дегенде Рабиғаның көздері бақырайып кетті. Анасынан ондай күтпеді. Сендер барлығын келісіп алғансыңдар ма? Менің жағдайымды кім ойлайды? Ішім жанып барады деп жылады. 2 күн өткен соң Әсем қайта келді. Бұл жолы Рабиға жуасып қалғандай болып көрінді. Рабиға, қал жағдайың қалай? Амансың ба? Менің жағдайымды қалай болу керек деп ойлайсың? Дастан сені тастамайды. Тастайтын болса ажырасамын деп айтар еді. Сен тегі мені қуанттың деп мысқылдап. Қайтесің енді? Басыңа салса көнесің де құрбым. Не дейін? Мен енді сенімен құрбы болмаймын. Мені іздеп екінші келме. Екеуміздің достығымыз осы жерден тоқтасын. Рабиға, сені қатты кеткен жоқсың ба? Рабиға үндемеді. Жарайды, уақыт өзі бір емші. Мен Дастанға не деп айтайын? Келісімін берді деп барамын деп орнынан тұрды. Құрбысына қарай есіктен шығып барады. Сыртқа шыққанда Рабиғаның анасы. Кешеден бері көнген сияқты, көнеді ғой, қайда барады дейсің? Тек ашуы басылсын деді. Шынымен ашуы басылсын деді ме? Тек 5-ші күні дегенде Дастан келді. Балаларды өзімен бірге ала келіпті. Балалары апалап мойнына асылып, қызы еркелеп біраз мауқын басқан соң Дастан. Сендер апаларыңа барыңдар, апаларыңды да сағынған шығарсыңдар. Біз сөйлесіп алайық, деп үшеуін бөлмеден шығарып жіберді. Өзі жаймен Рабиғаның қасына келді. Рабиға, Әсем айтқандай өзіңнен рұқсат сұрап келдім. Егер рұқсатыңды бермесең, оған да көнемін деп алдында отыра қалды. Екі қолын қыса ұстап еді Рабиға. Үнсіз жылап отыр екен, қолдарын тартып алды. Сен де мені түсінші жаным, мен сені ешқашан ренжітпеймін, деді. Білгеніңді істе деп тістеніп әрең сөйледі. Рахмет, үйге қайтсаңшы, сені алып келуге келдім. Үйге жүрші деп еді, бармаймын деді. Дастан бөлмеден шығып кетті. Бірақ балаларын қалдырып кетті. Келесі күні Рабиғаны алып келуге енесінің өзі келді. Қызым, қайтейін енді? Маған да оңай болып тұрған жоқ. Бұл еркектер оңбаған болады екен. Көндіре алмадым. Сенің алдыңда жазықтымын, деп бір жылап алды. Өзіңді алып келуге келдім. Үйіңе шаңырағыңа жүр, балаларыңа ие бол, деп Рабиғаны үйіне қайтадан алып келеді. Бұл қыс қаншалықты суық, аязы болса, Рабиға үшін де оңай болмады. Ызғарлы қыс қашанға созылсын, уақыт өтіп көктем келеді. Дастанмен болса Марзиямен некесін қиып, екі үйдің ортасында жүреді. Басында Рабиғаны қайтып келгеніне қуанса, бұл күндері бір қалыпты. Қайта Марзияға көп барады. Ауылдағылар да өсектеп болған. Еркектер жағы дұрыс деп қолпаштап жатса, әйелдер жағы Рабиғаға жандары ашып, беттерін шымшып, безден аулақ деп жатты. Кейбір еркектер әйелдерін Дастан сияқты тоқал аламын деп қорқатынға шыққан. Әсем ғана алыстан бақылап, Рабиғаға жоламайды. Құрбысының жолама деген сөзін ұмытқан жоқ. Ыңғайлы бір күнді күтіп жүр. Тоқал деген атқа ие болып, Мәрзия ғана көңілді болып жүр. Қуанбағанда ше, Дастанды қолына кіргізіп алды. Енді оған бір бала туып берсе болды. Бірақ сол баланы беруге Құдай әлі асықпайтын сияқты. Бұл күндері жұрт бұның атын ұмытқан сияқты. Атын тікелей атамай, ел Дастанның тоқалы дейтін болған. Басында мән бермеген Мәрзия бір күні бұл сөз құлаққа бір жағымсыз естілетінін байқады.
Болмағанда ше, Дастанның тоқалы деп кім еркелетіп айтады дейсің? Менің атым Марзия деп қайсыбірімен салғыласып жатсын. Көктем шығып, күн жылыған, ауылда адамдары көше тазалап, кәдімгі ауыл тіршілігіне көшкен. Марзия да шарбақтардың сыртын жинастырмақ болып көшеге шығады. Көшеде әйелдермен сөйлесіп жүріп, келесі көшеге өтіп кеткенін байқамай қалады. Қасында тұрған келіншек бүйірінен түртіп жібереді. Енең келе жатыр, қара дейді. Қайдан шыға келді, жаңа ғана жоқ еді. Сасқаннан Дастанның анасына иіліп сәлем берді. Менің бір-ақ келінім бар, ол Рабиға. Әуре болма, қайдан шықтың деп ашулана сөйледі. Алдымен басыңа орамал тағуды үйрен, көргенсіз деп кетіп барады. Марзия бұрыла сала үйіне жүгіреді. Кешке Дастан келгенде отырмастан анасын жамандай бастайды. Елдің көзінше маған біраз сөз айтты. Апаңа айтып қойсаңшы, мені масқараламасын деді. Енді кәрі кісімен алысып жүремін бе, өзің бірдеңе қылып тілін таппайсың ба, деп тоқалына қарады. Менің бір ғана келінім бар, ол Рабиға. Сонда мен кіммін? Деп тоқалы. Сен тоқал екеніңді ұмытып қалдың ба? Дегенде шындап ашуланды. Саған тигенде өмірім осылай күрделеніп кетеді деп ойламадым. Рабиғамен ажырас дегенде көнбей қойып едің. Онымен мені қалай ажырасамын, өзің ойланшы. Балаларымның анасы, арбаға танылған адамды олай тастай алмадым. Одан әлі жақсы көремін деп айтпадым ба? Маған тек ойнау үшін келесің деп жылай бастады. Тоқалына келгеніне өкініп қалған Дастан үйден шығып кетеді. Қашып барасың ба? Рабиғаға барасың ба? Бар, мені қайтесің? Соңынан айқайлап қалды. Бағана үйден шыққан Рабиғамен де сөзге келіп қалған. Мұнда келсе мынау, енді қайда бармақ? Басы қатып тұрған қасына ауылдасы Айдар тоқтай қалады. Дастан, неғып тұрсың, отыр дейді. Қасына отырған Дастанға, тоқал алған қандай екен, деп ыржайып қояды. Дастан қолын бір сілтейді. Ей, не болып қалды? Жақсы емес пе? Екі қатынның ортасында шалқақтап жүресің, деп қарқылдап күледі. Қайда барасың? Қоймаға тарттық дейді. Кеш батқанда қоймада не бар? О, тоба, дейді. Кеш батқанда қоймада суық, одан да біздің үйге жүр дейді. Дастанды үйіне алып барады. Сөйтіп шай қойып отырғанда Айдардың әйелі, екі әйел алған қандай екен деп сұрайды. Сенбіде Жұманың той жасайды, шақыру қағаз алдыңдар ма деп күледі. Сен бұл тойға кімді ертіп барасың, Марзияны ма, әлде Рабиғаны ма деп екеуі мысқылдап үстінен күледі. Ей, қатын, тыныш отырсаңшы, дейді Айдар. Дастан шынымен ойланып қалады. Бұл тойдың өзіне пәле болып жабысатынын сезіп отыр. Айтқандай-ақ келесі күні анасы, Жұманың тойына барасыңдар ма деді. Дастан үндемей басын изеді. Мені базарға апарасың ба? Көйлек алмасам киетінім жоқ екен, деді Рабиға. Онда жинал, қазір барайық, ертең малшылар келеді. Малшыларға кетемін, деді Дастан. Есіктен шыға бергенде Дастанның телефоны безілдей жөнелді. Қоңырау шалып тұрған Марзия екен. Жұман ағаның тойына барамыз ба? Көйлек алуым керек, ақша бересің бе дегенде Дастан есіктен шығып келе жатқан Рабиғаға қарады. Көйлекті қоя тұр, кешке барғанда сөйлесеміз деп еді Марзия. Мен тойға барамын, бармайсың деп айтушы болма, деп сөзін аяқта астамастан телефонды өшіріп тастады. Кешке Марзия Дастанда бірден сұрақтың астына алады. Рабиғаны сүйрелеп базарда не істеп жүрсің? Оны саған кім айтты? Ауылда бірақ базар таныстарым айтты. Көйлек алыпсыңдар ғой. Я, тойға киетін көйлек алды. Тойға сонда мен бармаймын ба? Барғың келсе жүр. Мен Рабиға жүрген жерде жүрмеймін. Онда үйде отыр. Тойда қалып жынды дейсің бе? Олар да мені шақырды. Әрбірден соң деп бүйірін тіреп тұрып қалды. Сенің мінезіңді неге байқамағанмын? Қандай, айт, қандай мінез? Рабиғамен көп санасасың, оны күндестік дейді. Екі орттың ортасында қалған Дастан ашуланып, баратын тойыңа бара бер, онда мен бармаймын дейді. Осындай келеңсіз жағдайлар жиі қайталанып, Дастан шаршай бастады. Шегіне жеткен соң мына оқиға барлығына нүкте қойылды. Мектепте 4-ші сыныпта оқитын ұлы жеңіс досымен үйге келе жатады. Алыстан Марзия көрінеді. Қасында досы Жеңісті көріп түртіп қалады. Маман келе жатыр дейді. Ол менің мамам емес. Әкеңнің тоқалы саған мама болмайды ма деп
сөйлеп жатқанда Мәрзия қастарына жетіп қалған екен. «Жеңіс, балам, қалайсың?» деді. Тотығып кеткен Жеңіс жауап берместен алдыға қарай жүгіреді. Үйге жылап кірген Жеңіс шешінбестен төсегіне жата кетті. Баласының мына қылығын Рабиға таң қала. «Балам, не болды? Сені біреу ренжітті ме?» деді. «Анашым, әкемнің тоқалы маған ана бола алады ма?» «Жоқ, сен менің баламсың, онда маған балам деп сөйлейді. Неге, айтшы, анашым?» дейді. «Анашым, сол тоқалды ауылдан қуып жіберейікші?» «Қой, балам, әкең естімесін. Онда біз кетіп қалайық. Қайда барамыз? Біздің үйіміз осы ғой». «Анашым, мен тоқал алмаймын» деді аузын бұртитып. «Жаным менің, ақылды балам, алма тоқал, керек емес», деді құшағына тығылған баласының басын сипап. Екеуінің әңгімесін бағанадан келіп тұрған Дастан естіп қалады. Енді сөзге араласайын деген кезде Жеңіс: «Анашым, осыдан үлкен болып өсейін, мен сені бұл ауылдан алып кетемін» дейді. «Қамқоршым, менің ақылыңнан айналайын» деп Рабиға баласының кеудесіне қысады. Енді бұл жерде сөзге араласа алмай қалған Дастан бұрылып үйден шыға кетеді. Сол бойда Мәрзияға келеді. Есіктен кірген Дастанды күліп қарсы алып алады. «Жаным, тамақ дайын, отыра қал. Тамаққа зауқым жоқ, демалайыншы. Жақсы, саған айтатын бір жақсы жаңалығым бар» деп майса кетеді. «Ол не жаңалық тағы? Мына үйді өткенде сатуға қойдым деп едің ғой, есіңде ме?» Өзің үйде болмаған соң Дастан оған мән бермеген еді. Бүгін сатып алушы табылды, жақсы бағаға сатылатын болды. «Оны сатып қайда бармақшың?» «Бірге кетеміз». «Қайда?» «Қалаға». «Қалаға үй қымбат, ақшаң жетпейтінін білесің бе?» «Сені қайтемін, жетпеген ақшасын сен таппайсың ба?» деп қарап отыр. Ол кезде Дастанның төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Бұл қатынға осы ақша үшін керек болған екенмін ғой деп ойлады. «Мен қалаға бармаймын». «Неге?» деді. Көздері бақырайып. Шын таңқалып тұр ма, өтірік істеп тұр ма, ол жағы белгісіз. «Менің үйім осында ғой, анамды, балаларымды тастап ешқайда бармаймын. Онда келіп тұрасың да түк болмағандай. Саған беретін ақшам жоқ. Осында тыныш отыр, мен саған рұқсат бермеймін. Сенен рұқсат сұрап отырған жоқпын, бармасам өзім кетемін» дегендей Дастан қателік жасағанын енді түсінді де Рабиға жаны ашылып кетті. Өзінің алданғанын, енді бұл ауылда Мәрзия өзін тастап кетсе тағы да өсектің астында қалатынын түсінді. Арада 2 жыл уақыт өтті. Мәрзия ауылдан сол жылы көшіп кеткен. Дастан артынан бармады. Рабиғадан кешірім сұрап Мәрзияға жоламайтынын айтып уәдесін берген. Сонда да көңілі суып қалған Рабиға бұл күндері Дастанға сенбейді. Барынша тырысып балдақпен жүруге әрекет етіп жүр. Аяғынан жүріп кетсе жұмысқа шығатын ойы бар. Балалары да өсіп қалды. Ауруханаға келіп кезекті қаралуға дәрігерге кіреді. «Сіз негізі мықты әйел екенсіз» дейді дәрігер. «Неге олай дедіңіз?» «Сіздің отырғаныңызды пайдаланып, күйеуіңіз тоқал алған ба?» «Оны қайдан естідіңіз?» «Айыпқа бұйырмаңыз, өткен анаңыз айтқан». «Неге күйзеліп жүр? Осылай жүре беретін болса жазылмайды. Өмір сүруге неге талпынбайды?» деп сұраған едім. «Я, масқарамды шығарып, үстіме тоқал алды ғой. Сіз сонда қалай көніп рұқсатыңызды бердіңіз?» «Көнуден басқа амалым болмады. Балаларымды тастап кете алмадым». Сіз мықтысыз. Рахмет. Қазір сол сенген тоқалы өзін тастап қалаға кетіп қалды. Сауап болған екен. Қалай шыдадыңыз? Өзіңізді сонша қорқып. Басыңа салса бәріне көнеді екенсің. Мен көнбес едім, намысымды таптатпас едім. Сіздің балаларыңыз бар ма? Жоқ. Онда сіз ешқашан мені түсінбейсіз деді. Кабинетінде жалғыз қалған дәрігер Рабиғаның қағаздарын толтырып жатып, басын шайқап қояды. «Мықты, дейді бірнеше рет қайталап. Соңы: «Еркектер тоқал алатын болса, 2 әйелі бір ауылда, бір жерде тұрмағаны дұрыс па?» деп қалдым. «Алақандай ауылда 2 қошқардың басы бір қазанға сыймайды» дегенді кері келіп тұрған сияқты. Жер тар, айналып жүре алмайды екен.